Керей мен Жәнібек сұлтандардың ең алғаш табан тіреген даласы. Қабырғалы қауым түркі жұртының белгі қалаларының бірі Құлан даласы. Дәл осы жерде сан алуан сапырлы шайқастар өтті. Атақты Қарлұқ ханы Сұлудың ордасы салтанат құрған қала. Бұл Құлан шаһары. 13 ғасырда жойылып кеткен, бірақ қирандысының өзін қазақтар ешбір жауға қимай, үйінді үстінде 100-ге таяу соғыс өткізіпті. Неге? Нендей кереметі бар бұл кенттің? Бірер минуттарда жауабын білетін боласыздар. Шыңғысханның сүйікті ұлы Жошыны құлан теуіп жазым етті дейтін аңызды білесіздер. Жаһан әміршісі суыт хабарды естіп, ашуға булыққан күйі, қыр еркесі құландарды қырып салуға бұйырыптымыз. Міне сол заманнан бері Құлан даласынан құландар ауып кетсе керек. Дәл сол тұста ұлы даланың бетінен Құлан дейтін сүйкімді бір шаһарда ұшты көйлі жоғалады. Енді бір сұрақ. Жошыны мерт еткен кім? Құлан дейтін мақұлық па, әлде құланды жайлаған халық па? Оны ешкім білмейді. Хош, 13 ғасырда тып-типыл болып жойылған Құлан шаһарының іргесі шамамен 6 ғасырлар межесінде қалана бастаған. 9 жолдың торабына жайғасқандықтан болар, қала бірден өркендеп, атағы алыс мекендерге тарала бастайды. 10 ғасырда арабтың атақты географы Ибн Хордадбих және Кудама Құлан Тараздан батысқа қарай 14 фарсақ жерде орналасқан өте бір көрікті шаһар деп жазса, арабтың тағы бір ғалымы Әл-Мақдиси мешіті мен бау-бақшасы көп, бекіністі қала деп суреттеген. Бұл естеліктердің растығын археологтардан қазба жұмыстары да қуаттап отыр. Құлан дейтін қалашық тарихтан өшкенімен, оны мекендеген жұрт еш қайда кеткен жоқ. Сол өлкенің айналасын әлде мекендеп отыр. Қазіргі атауы да Құлан. Ал Қырқаның төбесінде қараңдап тұрған нысан, ол Хан сарайы дейтін кешен. Өз заманында әлемді дірілдеткен түріктің бекзада сұлтандары осы маңға сән салтанаты жарасқан кент соғып, кемел ғұмыр кешкен. Алыс жерлерден келген қадірлі қонақтарын күтіп, елшілерді қабылдаған. Қазіргі тілмен айтқанда, бұл кешен түрік бектерінің шаһар сыртындағы резиденциясы сияқты. Хан сарайдан сәл әріректе кішігірім сайға бастайтын соқпақты көзіміз шалды. Осы жолмен біраз жүргенде, алыстан кішігірім тоғай барын аңдадық. Бұл атақты Тобағаш екен. 1726 жылы Әбілқайыр сұлтанның жасағы осы маңда жоңғармен айқасқа түседі. Бірақ дұшпанның саны тым көп екен. Сол кезде сұлтан соғысып жатқан әскерді бір жерден алып екінші жерге салып, күні бойы сапырылыстырып отырған. Жоңғарлар жаңа түр келбетті көріп, қазақтарға қайта-қайта тың күш келіп қосылып жатыр екен деп шошынып, қаша бастайды. Осы ұрыста шейіт болған сарбаздар Майдан даласына жерленіпті. Міне, солардың зираттарының үстінен осындай тоғай өсіп шыққан дейді. Ғажабы осы тоғайда діңі бір, бірақ 3 түрлі жапырақ салатын алып бәйтерек бар. Құдды 300-дің басы біріккен сәтін тарихтың өзі таспалап алғандай.